Сәлеметсіздерме? Мен халықаралық қазақ-қытай тіл колледжі арнайы пәндер оқытушысы Кенжал Айнұр. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туризмдегі іскерлік этикеттің вербалды негіздері. Сабағымыздың мақсаты бүгін біз сәлемдесу ережелері мен таныстыру ережелерімен танысатын боламыз. Сәлемдесу және таныстыру. Жалпы жынысы, жасы, атқаратын лауазымына байланысты сәлемдесу және таныстыру ережелері бар болып табылады, және оларды ұжым мен клиенттерге қатысты әрдайым сақтау қажет болып табылады. Әрине, бұл ережелерді орындау клиенттермен қарым-қатынастарда үлкен маңызға ие. Бұл жағдайда жауапкершілік те артады. Туристік фирманың қызметкерінің клиентті дұрыс таныстыру және сәлемдесу онымен болашақта қарым-қатынасты орнатуына және сақтауына тікелей әсерін тигізеді. Сәлемдесу мен таныстырудың этикеті адамдарға деген қарым-қатынастың сыртқы көріністеріне қатысты алғашқы тұлға аралық өзара іс-қимыл ережелерінің жиынтығы болып табылады. Сыпайылық ережелері бойынша бірінші болып ер адам әйел адамға, кіші адам үлкен кісіге, өтіп бара жатқан адам тұрып тұрған адамға, кешігіп келген адам күткен адамға, ғимараттың ішіне кірген адам ғимараттың ішіндегі адамдарға сәлемдесуі қажет болып табылады. Бірақ іскерлік салада бұл ережелерге өз түзетулерін енгізеді. Бұл жерде көбінесе жынысына, жасына қарағанда атқаратын қызметі көбірек маңызға ие болып табылады. Мысалы, лауазымы төмен тұрған адам, лауазымы жоғары адамға бірінші болып сәлемдеседі. Бірақ бұл талап, бұл ережелер қатаң сақталмайды. Мысалы, туристік фирманың директоры ер адам болып, ал туристік фирманың менеджері әйел адам болатын болса, директордың лауазымы қаншалықты жоғары болса да, директор менеджермен бірінші болып сәлемдесуіне болады. Яғни бұл қатып қалған қатаң ереже емес. Бірақ та бұл ережелер клиенттерге қатысты емес болады. Яғни туристік фирманың менеджері әйел адам болып, клиент ер адамы немесе жасы кіші адам болса да, бірінші болып туристік фирманың менеджері сәлемдесуі қажет болып табылады. Сәлемдескен кезде және қоштасқан кезде сәлем, қайырлы күн, кездескенше деген сөздер қолданады, және осы сөздерден кейін әңгімелесушінің аты жөнін қосқан жөн болып табылады. Өйткені өз атыңды есту әрдайым жағымды болып табылады. Қайырлы таң деп сағат 12:00-ге дейін айтылады. Қайырлы күн деп сағат 18:00-ге дейін. Қайырлы кеш деп 18:00-ден кейін айтылады. Сәлемдескен кезде сонымен қатар қол алмасып жатады. Яғни бірінші қолын беруге қатысты да ережелер бар болып табылады, және кейде тәжірибе жүзінде кішкене қиындықтар да туындайды. Сол туралы Кузин іскерлік қарым-қатынас мәдениет атты кітабында кеңес беріп кеткен болатын. Яғни қол беру бірінші жаңағы әйел азаматтарға немесе жаңағы жас үлкен адамдарға, жоғары лауазым атқаратын адамдарға бірінші болып қол созған, қол беріп амандасқан жөн деп айтқан. Өзіңізді таныстыру. Өзіңізді таныстыру дегеніміз өз атыңызды, тегіңізді, лауазымыңызды және өзіңіз жұмыс істейтін компанияны көрсетуді білдіреді. Жалпы іскерлік әлемде таныстыру үшінші жақ арқылы жүргізіледі. Яғни үшінші жақ екі жақты да жақсы білуі керек. Яғни сыпайылық ережелері бойынша ер адамды әйел адамға, кішіні үлкенге, лауазымы төмен тұрған адамды жоғары тұрған адамға,
бір қызметкерлер тобына таныстырады. Қорытындылай келе, осы ережелерді сақтай білген туристік фирма қызметкері жаңағы өзінің туристік өнімін өткізе алады және табысқа жете алады деп айтуымызға болады. Назарларыңызға рахмет.